Бүгін сіздермен бір қамырдан мини пицца және де сосиска в тесте пісіреміз. Қамыры жұп-жұмсақ болып шығатын ең оңай рецептпен бөлісемін. Ең алдымен қамырын илеп аламыз. Жылы сүтке тұз, қант, бір жұмыртқа, дрожжды салып венчикпен жақсылап араластырамыз. Ұнды 2-3-ке бөліп електен өткізіп салып араластырамыз. Үстіне жұмсақ сары майды салып қолымызбен жұмсақ қамыр илеп аламыз. Қамырды бетін жауып жылы жерге 1-1,5 сағатқа көтерілуге қалдырамыз. Көтеріліп шыққан қамырлардан 20-22 зуалалар жасап аламыз. Сосиска в тестелерді дәл видеода көрсетілгендей, не болмаса өз қалауларыңызша түйіп алсаңыздар болады. Тағда бетін жауып 10 минутқа көтерілуге қалдырамыз. Мини пиццаларды да дәл видеодағыдай жайып аламыз. Кетчуп жағамыз, үстіне сыр саламыз. Әртүрлі шұжықтардан салсаңыздар болады. Мен сосиска және де шұжық салдым. Жан-жағына жұмыртқаның сарысын жағып, қалауларыңызша күнжіт сеуіп, 180 градуста қызып тұрған пеште 25-30 минут уақытта пісіріп аламыз. Жан-жағы қызарған кезде аласыздар. Сосиска в тестені үстіне жұмыртқа жағып, күнжіт сеуіп, оны да қызып тұрған пеште 20-25 минут уақытта пісіріп аламыз. Жұп-жұмсақ болып, қамыр үлпілдек болып пісіп шығады. Сіздер де жасап көріңіздер, ас болсын.